Bismillahirrahmanirrahim. Allah Tağalaga sansız şükürler olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e selam ve salavatlar olsun. İnşallah bizlerge kerek bolgan narsa amaldın biri. Bu musulmanlarga әсіресе жетіспейтін нәрсе бұл тәубә. Енді иншалла Алла Тағала тәубә жайында не дейді десе, иншалла тәубенің мынандай бір жақсылықтары бар екен. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Фурқан сүресінде былай дейді, 70-ші аятта. Кім тәубе қылса дейді, тәубе қылса, иман келтірсе, кім тәубе қылса, иман келтірсе, ізгі іс, амал істесе дейді. Алла Тағала сол адамның жасаған жамандықтарын жақсылық қайнандырып қояды дейді. Яғни сол адамның, яғни істеген бір амалдарын, жамандықтарын бәрін жақсылыққа ауыстырып қоямын дейді. Және Алла Тағала өте кешірімді, өте мейірімді дейді. Қараңыз не деп жатыр? Алла Тағала айтып жатыр. Кім тәуба қылса, иман келтірсе, түзу жолға түссе, оның істеген, бұрынғы істеген жаманшылығын бәрін жақсылыққа ауыстырып қоямын деп жатыр. Сол үшін құрметті мұсылмандар, біздерге тәуба деген нәрсе өте бір керек болған нәрсе. Алхамдулилля, кейінгі аятында айтып жатыр. Кім тәуба етсе, түзу істесе, арасында Аллах Тағалаға қарай бет бұрған болады дейді. Ол тәуба қылғандар қандай болады десе, олар өтірікке куә болмайды, бос сөздерге мән бермейді. Олар бос сөздерді, яғни жаман сөздерді олар тыңдай бермейді деп жатыр да. Және айтып жатыр Алла Тағала, олар кімдер Раббыларының оларға аяттары оқылып насихатыл айтылса, олар кетіп қалмайды, ықыласпен оны тыңдайды дейді. Машалла. Қараңыз, яғни Алла Тағаланың сөзі айтылып жатса, пайғамбарымыздың сөзі айтылып жатса, ол мұсылмандар қандай болады екен? Орыннан тұрып кетіп қалмайды екен. Яғни Алла Тағаланың айтылып жатқан сөзіне құлақ салып, Раббым маған не деп жатыр, пайғамбар маған не деп жатыр деген нәрселерді, ол адам оны соны тыңдайды дейді. Олар кетіп қалмайды дейді. Сол үшін біздерге бірден бір керек болған нәрсе, әзірге осы уақытта, осы заманда біздерге керек болып тұрған нәрсе бұл насихат. Насихат. Қашан біз насихатты тыңдап оған амалға асырамыз, алхамдулилля, біздің Алла Тағаланың алдында біздің неміз жүзіміз жарық болады. Және кейінгі аятында айтып жатыр Алла Тағала, яғни дұға аяты бұл. Ей Раббымыз, бізге жұбайларымызға, ұрпақтарымызға қуаныш нәсіп етіп, бізді тақуалардың қатарына, алдыңғы қатарға жеткізе көр деп жатыр. Тақуалар олар кімдер десе, кез келген жерде Алла Тағаладан қорқатын пендені тақуа пенде дейді. Сол үшін Алла Тағалаға жалбарынайық, Алла Тағала тәубамызды қабыл етсін, күнәмізді кешіріп, істеген жаңағы мына аятта айтып жатыр ғой, жаманшылықтарымызды тәуба қылсақ, Алла Тағала жақсылыққа ауыстырып қоятын бүгін. Иншалла, жақсылықтың басында әрдайым жүрейік. Жақсылықтың сыйы тек қана жақсылық деген аят бар. Қараңыз, сол үшін иншалла жақсылыққа қатты мән берейік. Алла ақырымызды қайырлап, күнәларымызды кешірген болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.